Балалар, сәлематсыңдар ма? Бүгін мен сендерге адам қалай кішкентай құстардың әнін өздеріне қайтып әперді деген ертегі айтып берейін. Тыңдаңдар. Бір жып-жылы ұяда үрпек бас құстың 3 балапаны жатыпты. Енелері әр күн сайын жем іздеп кеткен кезде балапандары ұясында отырып, әнге басады екен. Қызарып күн шығып келе жатқан сәтте кішкентай үрпек бастар: «Уа, алтын күн, ал енді, аямай төк сәулеңді, балапандар шаттансын, күй көрнесін әлемді, шыбын-шіркей көбейсін, үрпек құстар кенелсін, балапандар қуанып, қарсы алсын енесін, аягу-на-ля-ля, аягу-на-ля-ля» деп шырқайды екен. Балапандардың әні тым алысқа таралып, естіліп жатыпты. Құзғынның құлағына да шалыныпты. Құзғын балапандарға ұшып келіп: «Әнді жақсы айтады екенсіңдер, маған тағы бір рет шырқап беріңдерші, тек қаттырақ шырқаңдар» депті. Балапандар көздерін жұмып, бар даусымен шырқай жөнеліпті. Осы кезде құзғын балапандардың аузындағы әнді қағып алып, жартас басындағы өз ұясына қарай ұша жөнеліпті. Ұясына қонған соң: «Уа, алтын күн, сәулеңді аямай төк, ал енді, тастап шықсын індерін, тышқандардың бәрінді, құзғын біткен шүйілсін, ұяға жем үйілсін, балапандар қап-қара, мәз болысып сүйінсін, аягуна кар-кар-кар, аягуна кар-кар-кар» деп шырқапты. Үрпек бас торғай ұясына ұшып келсе, балапандары көздерінің жасын көлдетіп жылап отыр екен. «Неге жылап отырсыңдар, балапандарым-ау? Кім тиді сендерге?» деп сұрапты ол. Балапандары көздерінің жасын тыя алмай: «Қу құзғын әрімізді тартып алып кетті» депті шулап. «Ай, әттеген-ай» деп өкініпті үрпек бас торғай. «Қалай қарай кетті ол құзғын?» «Анау теңіз жағасындағы жартас жаққа». «Жыламаңдар ендеше, мен садақты адамға барайын. Бір көмектессе, сол көмектеседі». Үрпек бас торғай аңшыға келіпті. Жер кепесінің алдына қонып, оның шығуын күтіпті. Үрпек бас торғайды көрген аңшы: «Кішкентай үрпек бас-ау, сені маған қандай жел айдап келді?» деп сұрапты. «О, қайырымды адам, сенің қолыңнан келмейтін іс жоқ. Бізге көмек бере көр. Мен жоқта қу құзғын келіп, балапандарымнан әнімізді тартып әкетіпті» депті торғай. Аңшы ойланып тұрып: «Сендердің әндерің ғажап қой. Таңертең үнемі сүйсіне құлақ түремін. Ол құзғынның қалай қарай ұшып кеткенін білесің бе?» депті. «Құзғынның ұясы анау теңіз жағасындағы жартас екен» депті үрпек бас торғай. Аңшы садағы мен жебелерін алып, жартасқа қарай жүріп кетіпті. Соңынан үрпек бас торғай еріп отырыпты. Аңшы жартасқа жақындап келсе, құзғын ұясында көзін жұмып алып: «Уа, алтын күн, сәулеңді аямай төк, ал енді, тастап шықсын үндерін, тышқандардың бәрінді, құзғын біткен шүйілсін, ұяға жем үйілсін, балапандар қап-қара, мәз болысып сүйінсін, аягуна кар-кар-кар, аянуга кар-кар-кар» деп маужырап шырқап отыр екен. «Қазір сенің көкеңді танытайын, қу құзғын» деп ойлап, аңшы құзғынды нысанаға алыпты. Құзғын ештеңені көрмепті де, естімепті де, аузын ашып, тілін салақтатып, шырқай беріпті. Ән құзғын тілінің ұшында шыр көбелек айналып тұрыпты. Аңшы
адырнасын шірене тартып, жіберіп кеп қалғанда, зуылдай ұшқан жебесі әнді құзғын тілінің ұшымен қоса жұлып кетіпті. Құзғыннан құтылған ән төменде бұрқанып жатқан теңізге құлдилай жөнелген екен. Сол маңды төңіректе ұшып жүрген үрпекбас торғай құйылып келіп, қағып алыпты да, дереу өз ұясына, балапандарына жеткізіпті. Тілінің ұшымен әнінен айырылған құзғын сол күннен бастап дауыстан да айырылыпты. Қарқылдағаны болмаса, ән салуда мүлдем қалыпты. Ал үрпекбас торғайлар болса, таңертең күн көзі көріне бастағанда, «Уа, алтын күн, ал енді, аямай төк сәулеңді, балапандар шаттансын, күй кернесін әлемді, шуын шіркей көбейсін, үрпек құстар кенелсін, балапандар қуанып, қарсы алсын енесін, аянуна ля-ля-ля, аягуна ля-ля-ля» деп қайтадан тамбылжыта шырқап тұратын болыпты. Шырқаған сайын зорлықшыл қу құзғыннан әндерін қайтарып әперген қайырымды аңшыны естерін алады екен.